Сәлеметсіз бе достар, сіздерге бүгін қалай фотошоптан 3D фото жасауды көрсетемін. Міне мынандай фото. Ол үшін бізге сурет керек, және Photoshop SKS 6 деген бағдарлама керек. Фон дегенде замок тұрады. Бұны 2 рет басамыз, және жаңа терезе ашылып, соны ештеңе деспейміз. Тек ок дегенді басамыз. Мына ашылды енді. Ctrl ағылшынша G немесе орысша O деген клавишті екеуін қатар басамыз. Және жоғары жақта обычный дегенде разница ауыстырамыз. Және Ctrl ағылшынша T немесе орысша E басамыз. Және мишканың оң жағын басамыз. Және перспектива дегенді басамыз. Оны жоғарғы көтереміз. Көтеріп болғанда Enter'ді басамыз. Және слойдан каналы деген терезе бар, соны басамыз. Красный деген қоямыз тек. Жоғары жақта изображение, внешний канал, және слой дегенде 0 бастырамыз. Каналы RBG, қалғанын теспейміз. Және RBG-ден басамыз. Және разницаны обычный деген қосамыз. Міне бірдей фотошопта сіздермен болған Адай Studios группасының артынан.